Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ халқы, кеш жарық. Сіздерге шұғыл шығып отқан себебім, бағана тікелей онлайн эфирде, тікелей эфирде көрген боласыздар. Ішкі істер бөлімінің қызметкерлері келіп, мен көліктің ішінде отырған кезде сөйлескенімізді. Сол кезде қаулыны басында неге рұқсат бермеді түсіруге десем, қазір танысып отырмын. Соны сіздерге таныстыра кетейін деген ғой. Олар негізі бағана шықсай түсіндірем, машина ішінде түсіндіру ыңғайсыз, естілмейді деген сылтаулардың артында күштеп алып кету деген не тұр екен, пәрмен тұр екен да, қаулыда. Қазір соны оқып отырмын. Сот орындаушысына келуден жалтарып жүрген адамды күштеп келтіру туралы қаулы дейді. 20.02.26 жыл дейді. Төле би ауданы Түркістан облысы дейді. Түркістан облысы атқарушылық округінің жеке сот орындаушысы Каринбаев Айдос Әуелбекович 9 бап 1 тармақ 6 тармақша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген жағдайларда әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органның қаулылары Шымкент қаласының ПД 21.11.2025 жылы негізінде қозғалған пользование водителем при управлении транспортным средством, телефоном, либо радиостанцией туралы өндіріп алушы искатель дейді, мемлекеттік дейді. Борышкер Тоғысбаев Бағдат Мұратович, номері 139-724/25 сызықша 51 сызықша 60 318-2-25-51-40-90 атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап белгіледі. Шымкент қаласының ПД номері 250-930-569-050 санында 29-089 чай деген бар ма екен? Мұнан точно төле биліктер, әсіресе көксеректіктер жазған сияқты мұнаны. 29-08 или 09 өзің түсініп көрінді. 089 деп қойды. 2025 жылғы әкімшілік хаттама негізінде борышкер Тоғысбай Бағдат Мұратович мемлекет пайдасына 19.660 теңге өндіру туралы 21.11.2025 жылы санында номері атқарушылық өндіріс қозғалған дейді. Борышкер Тоғысбай Бағдат Мұратович сот орындаушысына шақыру туралы бірнеше АЭЖО ААЖ арқылы борышкердің атына тіркелген нөмірге жолданған қазпошта арқылы хабарламалар жолданған дейді. Бірақ борышкер Тоғысбай Бағдат Мұратович сонымен қатар телефон қоңырауларына жауап бермейді дейді. Борышкер Тоғысбай Бағдат Мұратович Түркістан облысы Төле би ауданы Көксерек округы Төле би көшесі номер 266 үй мекенжайда тұратын анықталды. Жоғарыда аталғанның негізінде заңның 10 бабының 1 тармағын, 27 бабының 5 тармағын, 35-1 126 бабын және Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасы заңының 6 бабы 1 тармағының 36 тармақшасын басшылыққа ала отырып қаулы етті. Түркістан облысы Төле би ауданы Көксерек ауылдық округы, Көксерек ауылы Төле би көшесі 266 үй тұрғыны Тоғысбай Бағдат Мұратович сот орындаушысының Ленгір қаласы, Қазбек би көшесі номері 61, номері 2 кеңсесіне қаулы алған уақыттан бастап 10 күн мерзімде жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 00 минут күштеп әкелу қамтамасыз етілсін. Қаулының орындалуы
Түркістан облысы полиция департаменті Төле би ауданының полиция бөлімшесіне тапсырылсын дейді. Тур алдындағыдай болып тұр ғой. 15 қаңтарда мені соттар кезде осы 15 қаңтар күні шыққан қаулыменен сол күні кешке 6:30-да алып кеткен тұғын. Ода да тур осылай толтырылған. Бірақ ол кездегі сот орындаушыны танимын. Ол келген, мен іздеп келген. Ал мына Кәрімбаев Айдос Әуелбекович дегенді мүлде танымайды екенмін. Оны мені іздеді деген ниетіне де сенгім келмейді. Өйткені бірде-бір әрекетін көрген жоқ, маған қоңырау шалған жоқ. Пошта арқылы келген хатты мен көрген жоқпын. Үйдегілер де көрген жоқ деп ойлаймын. Үйдегілер көрсе, ол бірден маған хабар айтатын еді. Адресімді білмейтін болса, мына жерде өздері жазып қойған адресім. Мына адресте тұрады деп анықталған деп. Үйімнің нөміріне шейін тұр. Егер шынымен Ленгерде тұратын сот орындаушы болса, мына жерден 20 минут, 30 минуттық жер, 25 минуттық жер. Егер шын іздеген адам болса дегенім ғой. Жүдә мен телефонды көтермей жатқанның өзінде келіп, мына адреспен келіп тауып, менімен сөйлесуге болатын еді. Оны істемеген. Меніңше, бұны сот орындаушы білмейді да. Сот орындаушыға көтертіп отқан бағанағы мен айтқан, өздерін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері деп таныстырған мақсатпенен сержанның ісі деп ойлаймын. 100% соның ісі. Өйткені алдыңғы істе деді, маған 19 қаңтар күні шығуыма бір күн қалған кезде өздері келіп сұраған, соны ұйымдастырған біз деп. Ішкі істер бөлімі, прокуратура, сот біз ұйымдастырдық деді ғой. Қысқасы. Соны тағы да ұйымдастырды. Өйткені бағаны іздеп келгендер бекерден бекер емес. Және олар әр келген сайын маған кем дегенде бір шара болса да қолданбай кетпей деген олар, кетулеріне болмай деген. Кем дегенде дым істемедік дегенде маған бір айыппұл салып кету керек екен. Енді бірақ мынау Трамп Қазақстанға назар сал дегендерім, сосын жаңа конституцияны қолдамаймын дегендерім жүректеріне қатты тиген ғой. Қатты тигенде олар мөлшерінен асырып тұрып іске асыра дегенде қорқытқылары келіп 19.660 теңгеге мейлі. Бұл негізі айыппұл келген маған, бірақ сот орындаушының іздегені иісі де көлеңкесті көрінбейді, иісі де сезілмейді, сезілмеді осы уақытқа шейін. Ал енді қазағым, көріңіздер, ұлттық қауіпсіздік ішкі істер бөлімінің департаментіменен, полицейлерменен бірге қалай жұмыс істейтін. Төле би ауданында төртеуі де бірге жұмыс істейді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер бөлімінің, прокуратура и сот. Вот осымен таныстырғым келген еді сіздерді. 10 күннің ішінде. Енді бағана сөйлескен кезде тікелей эфирде айттым. Шақыртып жіберіңіздер, өзім барам деп. Көреміз енді. Шақыртып жіберем екен, әлде мұнан 10 күннің ішінде күштеп алып кетеді екен. Тағы да. Енді бұл жол жалаң аяқтан қорқпайтын шығармыз деп тұрмын, күн суымайтын шығар. Бірақ қаңтардың суы аяғымнан өтіп кетті. 15 қаңтар күн жалаң аяқ. Қаңтардың суын кештік. Желтоқсанда қырылған боздақтарымыздың сезінгенін титтей болса да сездім аяғым арқылы. Сол сыз әлі кеткен жоқ денемден, сол суық әлі бар денемде, бойымда. Мейлі, ой пікірлеріңіз болса, кеңестеріңіз болса, айта кетіңіздер, таратыңыздар. Құдай қалса, егер шақырту келсе, баруға дайынмын, заңды түрде. Мен ешқандай қашқан емеспін. Бұлай, енді білмеймін, печат қазіргі қаулыларда печат болмайды ма, мөр, немесе неден шығара ма. Егер Еговтан шығарса, онда маған 14-14-тен хабарлама келу керек. Қолдан жазылған ғой бұл, анық қой. Еговтаға ұқсатып шығарған тұр ғой өздерінің бланкісін толтырып. Мейлі көреміз, аман болсақ,
көрө берет экенсиң, жүрө көрө берет экенсиң. Сол жакшы. Менин есімім Бағдат Тоғысбай, Түркістан облысы, Төлби аудан Көксүйек ауылының тұрғынымын. Тіркелмеген, тіркеле алмай жүрген, бірақ тіркелуден қашып емес, 2 рет тіркелуге өтініш берген Атажұрт партиясы ұйымының мүшесімін. Жақсы, ассалаумағалейкум. Мен кейбір жұрттар жаңағы тікелей эфирімнің видеомның астында, рилсының астында жазып жатыр екен, батырсымақ болып жатыр ғой деп. Мен батыр емеспін. Мен кәдімгі қазақтың әділдікті, ақиқатшылдықты сүйгіш, зұлымдықты жек көретін, жан тәнімен жек көретін қарапайым қазақтың қара баласымын. Мен ешқандай батырлық ешнәрсе көрсеткім келіп тұрған жоқ. Өзім батырсынып жүрген жоқпын. Есімде де жоқ осы уақытқа шейін батырсынған кездерімді. Сол бір ауыз жауап берейін дегенім. Комментарийде біраз адамдар жазыпты, фотосын, суреттерін қоймаған кейбір кісілер. Енді білмеймін, жаңағы мақсат сержандар менен әріптестер шығар, енді білмейміз ғой. Жақсы. Эфирде болайық, Құдай қаласа. Әр эфирімді қай жерде жүргенін бәрін түсіріп жіберуге тырысамын, иншалла. Жақсы. Әділдік жеңіске жетсін, иншалла. Қазақ елінде, қазақ жерінде, қазақ халқында. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Қайырлы түн.